Нанның басына ұстау жоқ. Бұл жерден астырмайсыңдар. Қолдар кетіп бара жатса, нанның ішін қоя тұрасыздар. Түсінікті ме? Біздің жұп бүгінгі сабақта қыран құстың қанаттарының ұштарын және бұлттарды және күнді күйдіру аппараты арқылы жасап шықтық. Жақсы, ендеше жұмыстарыңды орналастырсақ болды тақтаға. Жақсы. Біз осы күйдіргіш аппаратпен бүркіттің астыңғы бөліктерін салып шықтық. Нақтырақ айтқанда, қандай бөліктер? Құйрығын жасадық және де аяқтарын жасадық, иә? Бұтақтың жарты бөлігі жасалыпты. Жақсы. Бар орналастырсақ болады. Бүгінгі сабақта біздің жұбымыз екі қанатпен бүркіттің екі қанаты мен бұлтты күйдіру құралымен салдық. Жақсы, орналастырамыз. Бүгінгі сабақта біз күйдіру аппаратымен бүркіттің басын және қанатын күйдіріп бастырдық. Жақсы. Тақтаға орналастырамыз жұмысымызды. Жақсы, орнымызға отырамыз. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі жұмысымыз аяқталды. Енді бұл жұмысымызды жинақтап аламыз. Әрбір топ өз жұмыстарын жасап аяқтағаннан кейін қарасаңыздар, осындай бізде қыран құс пайда болды. Енді осы қыран құсымызды ары қарай да жалғастыратын болсақ жұмысты, яғни бұл құсқа енді жан бітіруімізге болады. Ол үшін бізге Pixverse бағдарламасы көмекке келеді. Қазір қарасаңыздар мен. Осы жасаған жұмысымызды суретке түсіріп аламыз. Енді экраннан назар аударсаңыздар, кішкене тоқтап тұрамыз. Бұл жерде жасанды интеллект арқылы жұмыс жасайтын Pixverse бағдарламасы осы жасаған жұмысымызға өзінше түрлендіру жасайды. Яғни ол осы суретті жандандырады. Экранға қарасаңыздар, жасаған жұмысымызға осылай жан бітірді. Қарап тұрсаңыздар, қыран құсымыз түсі боялып және қозғалысқа келді.